Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Негізгісі бүгін өте маңызды нәрселерді айтамыз дегенбіз. Ол бәрі маңызды ғой, негізі айтылып жатқан нәрселердің. Ол біріншісі таяммум, одан кейін ғұсыл, кейін енді өмір беріп жатса, Алла Тағала ертеңгіге де қалдырамыз ғой біразын. Оразаның парыздары және енді бұлайша әйелдерге қатысты деуі мүмкін, бірақ еркектерге де бұл өте маңызды. Хайз нифас деген білім бар. Бұны еркектерге де білу парыз, өйткені олар білмесе, семейный өмірде сол еркектің білмегенінің өзінен қанша қателік жасап күнә алып жатады. Одан кейін білім алу, жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару, бұл да фарз айн деген, бұл тек имамға емес, имандының бәріне парыз нәрсе. Соның алдында мына нәрсемен бастағым келеді. Бұл енді бұлайша мұсылмандарға тиісетін адамдарға да қатысты шығар. Адамның ашуын шығарады. Қазір интернетті қарасаңыздар, анау маймылдар көп, дін жайлы сөйлейтін маймылдар көп. Бірақ дінге қарсы. Мұсылмандар, намазхандар деп бастайды. Бұлар жұмыс істемейді бұлар. Бұлар дүние жинама дейді бұлар. Бұлар жалқау. Бұлар не дейді? Ана бір нәрсе ойлап тапқысы келмейді дейді. Бір нәрсе жасап, не дейді ана, ғылыммен айналысқысы келмейді бұлар. Бұлар сол тек қана Құдайдан қорық деп, мешітте тоңқайып жата берсе болды деп, қақсап жүрген интернетте адамдар көп. Бұл жер, қараңызшы, адамдарға дінді жек көрінішті көрсету. Енді біз бұл интернетте небір имамдарымызда уағыз айтып жатыр ғой. Негізі біз ешқандай имамдарымызда, олар біздің әріптес болғандықтан, оларды біз жамандамаймыз. Егер олардың қателіктері болатын болса, оны біз интернетке айтып жамандағаннан, одан халықтың көзі ашылып қалмайды. Халық керісінше, бұл имамдар өздері арасында бычыт болып жатыр екен ғой деп түсінеді. Ол имамдар қателесетін болса, оларға жеке ескертілу керек. Біріншіден, біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар. Солар жеке ескерту керек. Не болмаса, оның қателігін көріп тұрған имам жеке барып онымен сөйлесіп, бауырым сен мына жерің дұрыс болмады деп жеке ескерткен дұрыс болады. Оны көпшілікке айтқаннан дымым шықпайды. Бірақ сонда да кейбір имамдар кейде қателесіп, бұны көпшілікке айту керек болады. Мынандай намаз оқу адамды бұлай бөлген сияқты болып қалады да, намаз оқу керек, не болмаса ғылыммен айналысу керек деп. Екеуін бірден жасасаңшы, не болады? Не қылады екен? Кім айтты? Мұсылмандарға ғылыммен айналысуға болмайды, дамуға болмайды, өсуге болмайды. Не намаз оқы, не болмаса ғылыммен айналыс. Екеуін бірін таңда деген бұл екеуі бір профессия емес қой. Сен ғылыммен айналыса бер. Сен немен айналыссаң, онымен айналыс, бірақ намаз сенің жеке парызың. Намазды біраз адам оқысын, біраз адам оқымасын деген нәрсе жоқ шариғатта. Барлық адам баласы, мұсылман адамның бәрі намаз оқу керек. Енді қазір сол адамдардың айтып жатқаны, мынау, мұсылмандар дамығысы келмейді, бұлар ғылым ойламайды деген адамдар негізі елдің ішіне кіріп аралап көрші. Өте көп намазхан жігіттер бар, завод соғып, завод салып, жұмыс істетіп, небір бейнамаздарыңды жұмыс істетіп отқан, айлығын төлеп отқан адамдар да бар. Мен бөліп жатқан жоқпын. Бізді, бір қазақ, бір тұтас болуымыз керек еді. Біз онсыз да 300-ге бөлініп келе жатқан халық едік, реттей алмай, есіміз жей алмай келе жатырық. Енді намазхандар бейнамаздар деп бөліп беріп жатыр да. Сұрақтардың өзі солай келіп жатыр. Намаз оқитын адамға мынаны істеуге бола ма? Намаз оқымайтынға мынаны істеуге бола ма? Жалпы мұсылманға бола ма, болмай ма деген сұрақ жүрмей ма не? Осылай бөліп жатыр. Бірақ сол бөлгендерге айтар едім. Сен есің жида елді аралап көр үшін. Не бір мықты намаз оқитын жігіттер заводтар салып жатыр. Не бір өндірістік орындар салып жатыр, о жерде небір бейнамаздарың айлыққа жұмыс істеп жүр. Небір бейнамаз жігіттер келіп намазхандардан қарызға ақша сұрап жатыр. Мысал үшін да, егер сөйтіп бөлетін болса, бірақ біз олай бөлмейміз. Жалпы елдегі жаңағы адамдардың айтқысы келіп жатқан жалқаулар деп жатқан. Ол тек намазхандар емес. Намазхандарда да бар жалқаулар. Бейнамаздарда да бар жалқаулар. Ол біздің қазақтың болмысына біткен нәрсе. Мықты жұмыс істеп жатқандар да бар намазханның ішінде. Бейнамаздардың ішінде де мықты жұмыс істеп жатқан нәрсе бар. Ол да біздің қазаққа біткен нәрсе. Қараңызшы, сол адамдар Құранға қарасыншы,
Құр'анда қай жерде, апалар, қай жерде Алла тағала бізге дүниені жинама деген жоқ, бай болма деген жоқ, оны сүйме деді. Осы ғана, оны сүйме. Қарашы, Алла тағала Құр'анда айтады: «Уақимус-сола ва атуз-зака». Қай жерде намаз келсе, артынан зекет деген нәрсе келіп отырады. Намаз оқы, зекет бер. Намаз оқы, зекет бер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқан: екі дүниеңді қатар алып жүр, ұтасың дейді. Кім ақыретім деп мынау дүниені тастаса, ол адам ұтылды. Кім мынау дүние деп ақыретін тастаса, ол да ұтылды. Екеуін қатар алып жүрген адамдар бар ғой, міне солар ұтады. Егер екеуі бір уақытта кеп қалса, ақыретіңді бірінші орындап ал да, дүниеңді жалғастырып кете бер. Пайғамбар саллаллаху алейхи жаңағы аятты бізге түсіндіріп беріп жатыр ғой. Намаз оқы, зекет бер. Қараңыз, намаз уақытысы келді ма? Намазыңды оқыда, не істедің? Ақыретіңді реттеп алдың. Ар қарайықсы, зекет бер деген не деп жатыр? Зекетті кім береді, апалар? Көкелер? Мал мүлкі бар адам ба? Демек Алла тағала не деп тұр? Жұмыс істе ар қарай. Әрекет жаса, бай бол, зекет бер деп жатқан жоқ па? Міне, Алла тағала бізге бұйырған нәрселердің өзі қалай-қалай жіктеліп тастаған. Намаз кімге парыз? Намаз ақылдыға парыз. Зекет кімге парыз? Ақылдыға, дүниесі барға парыз. Қажылық кімге парыз? Дүниесі бар, ақылы бар, дүниесі бар. Одан кейін күш қуаты бар адамға, денсаулығы бар адамға парыз. Ораза кімге парыз? Ораза ақылы бар, денсаулығы бар адамға. Өзі осылай бүкіл адамға бәрін бірден жүктеген жоқ. Кімнің шамасы неге жетеді? Соны жүктеген. Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Алла тағала адам баласына шамасы жетпейтін нәрсені жүктемейді. Демек, зекет бер деп жатқан нәрсе не? Жұмыс істе, бай бол. Мына Жұма сүресінде соңында не дейді? Егер жұмаға азан айтылса, таста дейді. Жұмысыңды таста, саудаңды таста да, жұмаға қарай асық, жұмаға бар дейді. Жұма оқып болғаннан кейінше, жер бетінде тараңдарда жұмыс істеңдер дейді. Ырзықтарың жинаңдар дейді. Демек, мешітте тоңқайып жата бер деген жоқ қой. Кейбір адамдар егер дәл осылай айтып жүрген болса, дін деген сондай, мешіттен шықпай тоңқайып жата бер керек. Тек Құран оқу керек, тахаджуд оқу керек, тек қана дұға қылып отыра бер керек. Дұға қылсаң Құдай өзі бере береді десе, ол адамдар онда дінді дұрыс түсінбеген екен. Өзі бізде қазір көп айтып жатырмыз ғой. Қазір біз енді кейбір адамдар намазханға тиіседі деп ойлайды. Біз намазхандарға тиіспейміз. Намазхан деген, мен намазханмын деген адамдар есін жиса екен. Намазхан деген тек қана намаз оқу емес, ораза ұстап мешіттен шықпай отыру емес. Намаз оқу деген бар ғой, өзіңнің өміріңді ақыреттегі сақтап қалу, мына дүниең дұрыстап болу. Бірақ мұсылман деген нәрсе намазхан емес, мұсылман адамның негізгі жұмысы ортасына пайдасы тию, көпшілікке пайда тию. Қараңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам керемет дұға айтады. Осыны жаттайықшы, осыны балдарымызға айтайықшы. Әр намазда осы дұғаны жасауға өсиет етем. Аллахумма инни аузу бика минал куфри вал фақри вал азабил қабр. Қараңыз, бір қызық нәрсе. Тәпсірші ғалымдар айтады. Мына дұғада айтылып жатыр: «Я Алла, мен саған сыйынамын күпірліктен, кедейліктен және қабір азабынан» дейді. Осыны тәпсірші ғалымдар айтады. Қызық қой дейді да. Күпірлік, қабір азабы түсінікті. Ортада кедейлікті неге қосып кетті, оған қатысы жоқ еді ғой дейді. Сөйтсек, апайлар, көкелер, мына қатты кедейлік бар ғой, адамды күпірлікке алып барады екен ғой. Сол күпірліктің бір жолы қатты кедейлік екен. Адам білесіздер ме, қатты кедей болған кезде Аллаға қарсы сөйлеп қойды екен. Неге менде жоқ? Анау болып жатыр ғой, неге менде осындай? Неге мен ақ сынала берем? Неге мен ақ әйтеуір қанша істесем де мен ақ үйтем, мен ақ бүйтем депше, адам Алланың тағдырына қарсы сөйлеп қоюдың бір себебі қатты кедейлік екен да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі айтып тұр ғой, мені кедейліктен сақташы дейді. Демек, мұсылмандарға Алла тағала кедей болуды, жұмыс істемеуді бұйырған жоқ. Оны сүймеуді бұйырды. Жүрегіңе кіргізіп алма. Ана бағып жатқан қойларың есік алдында жүрсін.
жүрегіңе кіріп кетпесін ол. Сырдың бойында бір бай болған ата. Малы оның, қойы соншалықты көп болған, сырға қойын жаюға келген кезде бар ғой, анау қой Сырдарияның бір шетін жауып қалады екен ғой. Басқалардың қойы кіре алмайды көз. Ананың көптігі соншалық ше. Ана қырдың төбесіне киіз үй соғып алған, сол киіз үйде бүйтіп малына қарап рахаттанып отырады екен ше. Сол кісіге өлер кезінде адамдар барып жағдайын сұрап барған кезде ата айтады, ата сізде арман жоқ шығар, мынандай бай өмір сүрдің ғой. Сонда анау айтады, неге армансыз адам болсын ба? Арман бәрімізде бар ғой дейді. Сонда айтыңызшы сіздің арманыңыз қандай деген кезінде, бір майы шылқылдаған семіз қой жеу менің арманым болды ғой деген екен. Оның қойының көптігін айтып тұрмын қанша екен. Сөйтсек олар ше, адамның қойы есік алда емес, жүрегіне кіріп кеткен кезде ше, бүйтеді екен ғой. Ата, бір қой сойып жібермейміз ба? Десе, ана дәуінсі тиме ол тұқымдыққа тұра берсін. Ана қотырды соя сал. Ана көтеремді соя сал. Ана өлейін деп тұрған ананы соя сал, ауруды соя сал. Өмірі көтерем, қотыр, ауру қой жеп өткен екен да. Дәуін жиікті десе, тиме ол тұқымдыққа тұра берсін. Көтерем не істейсің мынаны бәрібір? Бәрібір өліп қалады ғой депше, бейшара өмір бойы көтерем қой жеп өткен екен да. Неге? Өйткені ол қойды қолында ұстамады, жайлауда ұстамады, оны жүрегіне кіргізіп алды да оны ше. Міне, дүниені сүйген адамның жағдайы дәл сондай болады. Ал біз айтамыз, жалпы апалар, көкелер, балдарыңызға мына нәрсені үйретіңіздерші, үйретекші. Балдарымызды, мен бұны намазхан бейнамаз деп жатқан жоқпын, мұсылман бауырларымызға мынаны үйретекші. Қазіргі жігіттерге айтам, шынымен, бұл бәріне бірдей емес, бірақ өте көп жігіттер қазір жалқау, шынымен, жалқау. Өзі қараңызшы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таң намазының сүннеті жер бетіндегі бүкіл байлықтан артық деген еді. Таң намазының сүннетін, парызын айтып тұрған жоқ, сүннетін оқыған адам жер бетінде ең бай адам деген еді. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарда да сүннетті қалдырмаған таң намазын. Бұны не үшін айтып жатыр? Білесіздер ме? Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екінші хадисін қараңыздаршы, не дейді? Таңның уақытында Алланың періштелері жер бетіне рызық несібені шашады дейді. Осы кезде ояу жатқандар өзінің үлесін сол күнге алады. Ал осы ұйықтап жатқандар сол кездегі, сол күнгі несібеден құр қалады. Ояулар несібесін алады. Бұрын біздің аталарымыз күнмен таласып, өлік құсап ұйықтама дейтін еді, білесіздер ме? Батарда, күн шығарда күнмен таласып ұйықтама, бұл өлік адам дейтін. Міне аталарымыз оны исламнан алған екен. Күннен бұрын, не дейді қазақ? Ерте тұрған еркектің бір іс артық па? Ерте тұрған әйелдің бір іс артық. Әйелдің бір іс артық, еркектің ырысы артық деп, ерте тұрған деп кімді айтып жатыр? Осы таңның уақытын айтып жатыр. Балдарымызға қазір осыны үйретекші. Дым қатырмаса да ше, күнмен таласып ұйықтамасыншы. Ерте тұрсын. Сол кезде іс әрекет жасап, отырсын, қимылдасын, айтыр, осы кезде жүрсін. Біз не істейміз қазір? Не бір мықты жігіттер бар? Зіңгіттей. Сағат 11-де тұрады. Болды, ырзық таусылды, өзі алатындар алып кетті. 11-де тұрып алады да көшеге шығады. Сөйдетті әркімді тұрады. Мынау қаяқтан байып жатыр, мынау қаяқтан байиды. Атаң өлеттер ұрлай ма депше. Тұрады көшеде, кешке дейін карта ойнап тұратын. Мен осы қазақтың жігіттеріне айтқым келеді. Жас балдарды мақтайық. Сен батыр боласың, сен күшті боласың, сен ғалым боласың деп кішкентай балдарға айтайық. Үлкендерді не деп мақтайсың? Болды ғой, боларымыз болдық қой. 40-қа келдік, не деп мақтап алдайды бізді. Батыр боласың деп сен спорт школаға бармақсың ба? Көрдің ғой өзіңнен дым шықпайтын. Қазіргі жігіттерді қайрау керек. Қалай қайраймыз? Қараңызшы, бүйтеді. Қателіктің үлкені мынадан басталады. Не бір безделник, жұмыссыз жігіттер жүр. Намазханада бейнамазда. Жүр, бүйтіп жүр. Сөйтеді, біреу келіп жұмыс предлагать етеді ғой, не? Айлығы қанша дейді. Міне, ең үлкен қателік осы жерде басталады. Айлығы қанша дейді. Аз ғой. Ол ана өзінің жұмыс істей алатын, өзінің сапасына, талабына қарамайды. Өзінің жаңағы біліміне қарамайды. Айлыққа қарайды.
Сөйтеді да 150 мың айлық десе, өй, не болады ол? Мен 150 мыңға болады, жүрем ба жұмыс істеп депші. Бармайды оған. Өйткені мына кісі 300 мың айлық алып жатыр ғой. Неге 300 мың бермейді дейді да. Айналайын, мені жігіттерге бірінші өсиетім. Сен өзіңе жақсы ұнайтын жұмысты таңда. Айлық таңдама, жұмыс таңда. Өзіңе ұнайтын нәрсені жаса, өйткені не болады? Сен айлығын таңдап барсаң бар ғой, мені мен іскер адаммын. Мен бір адамды жұмысқа алдым ғой. Ол егер қолынан іс келетін маман болса бар ғой, мен оны жібермеймін енді. Ол кетем десе бар ғой, 50 мың. Оның әр кетемі 50 мың, 20 мың қосып тұрады. Іскерсің ба, сені ешкім жібермейді, айлығың өзінен өз көтеріледі. Ал жатып ішер, хайуан жатып ішер, анау кейбір адамдар бар ғой, тек жеуді ғана ойлайтын. Бұл дүниеге ішіп жеу үшін ғана хайуан қысып келген адамдар бар ше. Сен жұмысыңа барғаннан кейін жатып ішерсің ба, сен айлығың өзінен өз түсе береді. Не ұшасың, не айлығың түседі. Өйткені сен маман емессің. Біріншіден сен өзіңе ұнайтын жұмыс жасаған жоқсың. Сенен ол жұмысты алға қарай сүйремейсің. Екіншісі, сен ол жұмысты жақсы көрмейсің. Сен оны қызығып жасамайсың. Отыра бересің ғой, болды сен айлығың түсе береді. Сені енді адамдар не шығарып тастайды, не әшейін амалдың жоғынан жөресің. Сол үшін бірінші айтатын өсиетін жұмыс емес, айлық емес, маман таңда. Маман бол. Біз де айтамыз, дамыту керек, ойлайық, бір нәрсені ойлап шығарайық. Одан кейін біздің жігіттер жұмыс істесе, жанындағы біреулермен санасат та жүреді. Неге ол ондай алады? Неге бұл мен бір күні бір жігіт бастығына кеп айтады. Пәленше неге 150 мың алады, мен неге 100 мың алам. Екеуміздің де жұмысымыз бір ғой дейді. Екеуміз де жаңағы мысалы, екеуі де не деп айтамыз мысалы? Қандай жұмыстың аты бар өз? Сварщик дей қояқ. Екеуі де сварщик дей қояқ. Неге ол 150 мың алады, мен 100 мың алам дейді. Сөйтіп отқан кезінде сыртта бір бәле та-та-та-та-та-та-та деген дауыс шығады ғой. Сонда айтады, баршы жүгіріп барып біліп келші, не болып жатыр дейді. Ана жүгіріп барып келеді да, біреулер көшені талқандап жатыр екен дейді. Не үшін талқандап жатыр екен десе, кәз дейді да, жүгіріп барып келеді да. Анау труба бұзылған екен, жарылған екен, сол трубаны ашып жатыр екен дейді. Қанша уақыт істейді екен дейді. Сөйтсе, кәз дейді, жүгіріп барып келеді да, бір апта істейді екен деп келеді. Болды деп отырған кезінде, ана 150 мың айлық алатын бар ғой, сол келеді. Соған айтады, ана тақылдап жатыр ғой, біліп кеш, не болып жатыр дейді. Анау барады да, анау су жөндейтіндер ғой, жолды бұзып жатыр екен. Астындағы труба жарылған екен, соны жөндеп жатыр екен, бір аптадай жөндейді екен дейді. Түсініздер ма? Бір барғанда бәрін тындырып келді да. Ал анау ол 3 сұраққа 3 рет барып келді да ол. Сосын айтады, сен түсіндің ба, мына не үшін сенен көп алатынын? Бұл бір барған жерін пысықтап тындырып келеді дейді да. Сен тек қана тіке жүретін адамсың дейді да. Сол үшін бізге апалар, балдарымызға ше, міне не үшін мұны айтып жатырмын? Қазіргі ата-аналардың қателігі. Енді рас қой, қателікті айтайық. Жақсы жағы ол итак өзі жүріп жатыр. Жақсы жағын айтпай қой, ол қасиетіміз жоғалтып аламыз бекерге. Пайда алатын жағын алайық. Балдарымызды. Міне, қазір бізде сот, прокурор, финансист, әкім, мұғалім, директор деген дипломы бар, стройка істеп жүрген қазақтың жігіттері тола. Не үшін? Өйткені ата-ана қателесті ғой. Бала мектепті бітіріп оқуға түсетін кезінде, ата-ананың қателігіне баланың талабына қарамайды. Бұна бала қолынан не келеді демейді. Балам, ана көрші қандай оқуға түсті? Содан бұл дұрыстауына түсу керек қой. Ана класстастарың неге түсіп жатыр? Петке, сен онда текқа түс дейді. Баласы текті көтере ма, көтермей ма қарамайды да. Сен сот боласың. Әкесі өзі кезінде бір мамандықты ұнатқан, соны істей алмай қалған ғой, баласын соған тығады. Не болмаса өзі істеп жүрген мамандыққа тығады. Балаңа ол нәрсе ұнай ма, ұнамай ма, қара сен. Сөйтеді де қараңыз, баласын сен финансист боласың дейді да түсіреді. Ол балаға ол ұнамайды ғой, ол 4 жыл әкесінің әйтеуір ана сөз жерде қалмасын деп 4 жыл оқып келеді да, сөйтеді де дипломды қояды. Сөйтіп басқа тірлік істейді. Неге? Ол бәрібір өзіне ұнайтын тірлікке кетеді ол бәрібір. Сол үшін баламызға
оқуға түсірер кезде бар ғой, талабына қарау керек. Бала өлең айтып жүрма, оны еш уақытта медакадемияға түсірме. Ол деп жүріп біреуді өлтіреді ол. Өйткені ол негізі врач бол. Сосын ғой қазір көп адамдар, кейбір врачтар өлтіріп қойып жатыр. Ол өзіне ұнайтын мамандық таңдамағанда, өзіне ұнайтын мамандықты таңдаса бар ғой, ол соны кіріседі. Қазір шынымен айтайын, бұл жалпыламай емес, бірақ сондай врачтар бар. Врачтар бар. Енді бұл мамандық болғаннан кейін біз жексұрын болсақ та айтуымыз керек қой. Врачтар, кейбір врачтар ауру келсе, не бересің дейді. Қазір ақшаң жоқ болса коридорда өлесін ауырып. Ауру үшінде қазір ақша бар, ақша керек. Қараңыз, не дейді? Жан-жанын айтып кетіп жатырмын да енді. Ауырып барасың, үлкен больницаларға, үлкен ауру келеді ғой, маған не бересің дейді. Саған не үшін беру керек? Сенің қандай әкеңнің ақысы бар? Сөйтсе, мен емдеймін ғой, мен осыған қанша уақытым кетеді, қанша күш жұмсаймын. Сен сол уақытың кеткен үшін, сен сол күшті жұмсау үшін, анау өкімет саған әжептәуір ақша төлеп жатқан жоқ па? Не әкеңнің ақысы бар сенің ауырып келген адамда? Одан ақша тілеуге, требовать ету керек. Сенің қандай әкеңнің ақысы бар? Ол үшін сен онда бейтуің керек. Өкіметке мен сендерден айлық алмайым. Керек емес. Мен келген клиентімнен алам депше, онда өкіметтің айлығынан бас тарт. Сол кезде сен келген алдыңа келген аурудан ақша сұрауға ақың бар. Ал енді қараңыз. Сіз айтасыз, мен врачпын ғой, мен білесің ба, мен қалай қиналам? Қиналатын болсаң, сені біреу қинап сол жерге кіргізді ма? Кетсей былай қарай. Өйерге қиналмайтын біреу тұрсында, сен астыға, фельдшерге, не болмаса приемныйға барда отыр, жеңіл жұмыстаңда сен. Бірақ алдыңа келген адамнан ақша сұрама. Әкеңнің ақысы жоқ, арам жеп жатсың. Не анау айлық арам, не мынау арам. Не біреуінен бас тартуың керек, былайша айтқан кезде. Ол частный больница емес қой ол. Частный больница деген, ол алдына келген адамнан ақша тілей алады, сұрай алады, дұрыс па? Өйткені ол кәдімгі жекеменшік мекеме. Ал өкіметтің жұмысында істейтін врачтар келген аурудан ақша тілеуге ақысы жоқ. Өйткені ол өкіметтен өте үлкен суммада айлық алып отыр. Сен көшедегі охранниктер сияқты айлық алып жатқан жоқсың. Одан кейін қазір кесарева деген көбейді. Кейбір врачтар бар екен. Алдына әйел адам босанайын деп барса, битеді екен. Не бересің? Нормально тудырып берем. Сен нормально тудыра алатын болсаң ақша алмай тудыруың керек. Қандай әкеңнің ақысы бар оған? Сен ақша берсең нормально тудырып береді, ақша бермесең кесе салатын, бұл саған мал ма? Қазір көп сап-сау әйелдерді кесіп тастап жатыр. Неге? Өйткені кесарева ғанияқтан ақша бөлінеді екен ғой. Кеп алдымен сұрайды екен. Кейбіреулер бар да, енді бәрі емес қой. Ақша сұрайды екен. Бересің ба, нормально тудырам. Бермесе кесе салады. Ол кесарева жасағаннан кейін үшеуден артық туа алмайды ол. Ол 10 туу керек қой, қазақ көбею үшін. 5, 6, 7, 8 туу керек еді ғой. Ол атасының басын туама, ол бірінші барған кезінде кесіп тастаған ғой. Қу дүниенің құлы болған кейбір бейшаралар. Шынымен де қандай әкеңнің ақысы бар? Бір адамның денсаулығын дүние үшін құртуға. Міне, өзінің ісін сүймейтін адамдар осындай болады. Әшейін ақша үшін жүрген адамдар осындай болады. Сол үшін балдарымызды апалар жұмысқа тұрғызар кезде оның талабына қара. Міне бір мысал келтірейік. Дулат деген ата болған, Біздің атамыз болып келеді. Дулат, одан тараған кім еді? Сиқым, Жаныс, Ботпай, Шымыр. 4 баласы болған екен, Біздің білуімізше, естуімізше. Қараңыз, осы бір даналығын айтқым келеді аталарымыздың. 4 баласы ойнап жүрген кезінде Дулат атамыз қарап отырады екен. Кім немен айналысып жатыр? Жігіттер, біз балдарымызды танымаймыз да. Біз көшеде гәңгіріп жүрміз қазір бәріміз. Жұмыс істейтіндері көшеде жұмыста, жұмыс істемейтіндері көшеде картада. Шынымен сондай болып қалған. 11-лерде бүйтіп ұйқысын қандырып көшеге шығады. Үйде дым бітірмейді да. Көшеге шығады. Күзір ойнап, тура сағат 1-де қайтады. Тура бір жұмыс істейтін адам сияқты ғой. Қой, обедке барып келейік депше, 2-де кешікпей келіңдер дейді. Өмірі картамен өтіп жатқан. Бірақ балдарын бақыламайды. Қараңызшы, балаңды бақыла. Бала ойнап жүрген кезде десе, ол өзіне ұнайтын нәрсені ойнайды.
Bir балдар бар. Ана Дулат атамыз қарап отырады екен да, қараңызшы. Bir балдар топырлап ойнап жүреді. Сол кезде бір бала байқасаңыз шетке шығады. Ол аналармен доп теппейді. Шетке шығады да, екі темірді алады да, бірін-біріне байлайды. Плоскоупциямен байлайды. Онан трактор жасайды. Бір бәле темір ұра бастайды. Түсіндіңіз ба? О баланың неге қарай отклонениесі бар екен? Оның оған ұнайтынша. Оған сол мамандықты беру керек. Оған плоскоупция әпер, балға әпер, отвертка әпер, темір берді, балам мынадан зор ойыншық жасас, трактор жаса. Әйтеуір бірдеме жасашы. Егер әдемі қылып шығарып берсең, мен саған сыйлық берем депше, баланың сол не ұнатады, сол жағын дамыта бер. Дамыта бер. Енді бір балдар бар. Өзінен өз алады да ағаштан жаңа қайық бірдеңе жасап жүр ғой, балаңа сол жағын алда, соны дамыт. Балаңа ағаш әпер, мынандай қырқатын әпер, ара әпер, балта әпер. Балам, осыны жаса, егер саған әдемі қылып шығаратын болсаң, мен саған сыйлық берем депше, қараңызшы, баланың өзіне ұнап тұрған жағы бар ғой, соны дамыта бер. Біз қараңыз, өңкей оқуларды таңдаймыз. Прокурор, әкім болғымыз келеді. Өңкей ақша түсетін жерлерді да, бірақ сіздерге қызығын айтайын. Мектептің директорінен ана біз западло деп санайтын сантехниктер көп ақша табады. Білесіздер ма? Біздің қазекеңдерге сантехник десең жайыны қамайды. Сварщик бол десең жайыны қамайды. Электрик бол десең жайыны қамайды. Көбісі да оны намыстанады жұмыс істеуге. А бірақ сварщиктер, электриктер, сантехниктер, біліп алыңыздар, директорлерден көп табады ақшаны. Мұғалімдерден де көп табады ақшаны. Бір қызығы, олар адал еңбегімен табады тағы да ше. Өзім бір варатамды боятамын деп, сварщикке 1,5 ай, ана сварщиктер бояйды ғой, бояушылар, 1,5 ай очередте тұрғам. Олардың жұмысы былай ғой. Қараңыз, сантехник келеді, біздің не бір прокурор, байбатшалар үйінде отыр, Санян шақырады, сантехник Санян. Біз болмаймыз ғой, келеді да, туалеті бұзылып қалады, почини дейді. Сөйтсе анау не дейді? Понедельник приду дейді. Ол уже очеред бар. Очередке отыр, понедельник приду дейді ғой, бол четверктен понедельникке шын бүйтіп туалетке шықпай отырады. Неге? Өз жөндеуге бас жетпейді. Ал ананы күтеді. Ол келеді да, отвертмен жеп-жеңіл әдемі киініп алған, келеді да, бір оңай жерде шұқып туалетің жөндеп кетеді, 25 тысяч дейді, 25 мың дейді. Бересің. Шынымен сондай. Электриктер де дәл сондай. Келесін. Өзіміз үйде бір нәрсе істей салайын десек, басымыз жетпейді, электрик шақырамыз. Келеді да, оңай жұмыс. Отвертмен шұқып қалады да, 10 мың дейді. Сөйтесінде тағы тұрып алып, неге қымбат Қымбат, өйткені оны очередпен кеп тұр ол саған. Өзің істейін десең, басың жетпейді. Шынымен сондайда, балдарымызды ше электрик қылайық, балдарымызды сантехник қылайық, сварщик қылайық. Бастысы өзіне ұнайтын жұмысты оған тауып берейік. Өзінің талабына қарай жұмысты тауып берейік. Мінім сол бала не істейді? Сол бала дамиды. Ал ана өтірік диплом алғандар не парақор болады, не жатып шер болады. Не болмаса дипломды қойып қояды да, барады да не істейді? Сұрай істеп жүреді да, ауыр жұмыс істеп. Сөйтеді да, ауыр жұмыстан қиналғаннан кейін шаршадым ғой дейді да, ішеді бар. Байқайсыздар ма, көп ішетіндер ана қара жұмыстан шаршадық қой дейді да, ішіп өзіне солай демаламыз деп алдайды да. Бүйтеді. Мен намаз оқымаймын. Неге? Мен стройка, постоянно цемент лайда жүрем. Бүйтіп қайт намаз оқимын мен дейді да. Ауыр жұмыста адамды қажытып жібереді ғой кей кезде. Сол үшін балдарымызға ұнайтын жұмысын таңдап берейік. Ол үшін не істеу керек? Бағанағы Дулат атамыз өз балдарын танығаны секілді, балдарыңды зертте. Кішкентайынан қара кімнің талабы қандай екен? Біріншісі, екіншісі жақсы жоралғы жаса. Жорамал. Ана балдары 4 баласы ұйықтап атқан кезінде Дулат атамыз ше бітіп қарап отырады екен. Қарап бақылайды екен. Сонда анау сиқымы бар ғой, сиқымы бей жиырылып жатады екен да, сөйтсе, мына бала дүниесіне еге болады, жинақы болады, дейді екен. Ал жанысы бұлай жатады екен, тауылтайып, бүйтіп жатады. Біз үйтіп жатса, мына таман әлі тура алқаштар сияқты жатады дейміз ғой. Біздің сөзіміз жаман ғой біздіңше. Сөйтсе айтады екен, мынау қолы ашық, жомарт болады дейді екен. Ботпай мынандай екен, Ботпай ұйықтаған кезде
бүйтіп шекесі тырысып ше. Шынымен Ботбайдан достарыңыз бар ма? Андай оталқыштау келеді. Кішкене андай нервнылау келеді да көбісі. Мына бала ел қорғайтын батыр болады дейді екен ше. Шымыры әлжуаз болған екен да, мынандай сызылып қалған. Сонда мына бала мейірімді, жүрегі жұмсақ болады дейді екен ше. Жанашыр болады деп. Соны айтады ғой, Дулат атамыздың 4 баласы тура өзі жорғандай болады дейді. Болды дейді. Ол енді көріп келемес еді ғой. Жақсы сөз жарым ырыста, ол жақсыға жорыды да, түсіндіңіздер ме? Біріншіден, екіншіден ол балдарын таныды. Біздің әйелдер бүйтеді. Баласы өсіп келе жатыр, біреу ынжық болса ше, бізде өз ана үйде ең ынжығын өз-өзін алып жүре алмайтынын алып қаламыз ғой біз. Біздің рахат өмір сүрмейтініміз сол. Мықты баламызды оны өзімен жібереді, өз-өзін алып жүре алады деп ше. Ана ішіндегі анау жұмыс істей алмайды. Анау бүйтіп ынжығы бар ғой, ынжығы. Қара шаңыраққа ынжығын алып қалады да, ата мен апа соны бағып өтеді ғой. Шынымен сондай ғой біздің. Алла разы болсын, ата-ананың мейірімі сондай да, олардан рахат көреміз деп өсіреді. Бірақ ынжығын алып қалады да, сомен тағы өмір бойы күресіп өтеді ғой. Бірақ қараңызшы, жорамалдың өзін жақсы жасасаңызшы, ана ынжығы өсіп келе жатыр ма? Бүйтеді, осы бала өз-өзін алып жүре алмайды ау. Осы анау ынжық болады ау деп ше. Осылай жорамалдаймыз ғой біздің. Жорамалдың өзі дұрыс емес та. Сол үшін балдарымызды болатын қылып өсірейік. Қалай істейміз? Бала күнінде сен батыр боласың деп алдайық. Алдау емес ол. Үміттендіру. Сен ғалым боласың. Сен дана боласың. Сен үлкен боласың деп ше. Үлкен болғаннан кейін сен неге мынаны істемейсің? Сенің қолыңнан мынау келеді ғой, кетсей бар деп, оны не істеу керек? Оны қайрап отыру керек. Жігерлендіріп. Енді бүгін мына нәрсені айтайық. Таяммум деген нәрсе. Бұл өте маңызды. Қалғандарын ертеңде айта берерміз. Таяммум деген нәрсе бұл өте маңызды нәрсе. Мына қазақтың жігіттері жайлы қысқа ғана тағы мына нәрсені айтайын. Көріп жүрген нәрсем. Алла разылық үшін деген нәрсені біз қалай түсінеміз өз? Бір жігіттер бар, есіме түсіп кетті де айтпасам болмайды. Бір жігіттер бар, садақа береді, жақсылық жасайды. Алла разылық үшін бердім дейді. Сөйтсек, негізі бергені Алла разылық үшін емес екен. Қазір не бір бай жігіттер бар, бірінші тип жігіттерді айтайын. Бәрі емес қой, көбісі. Не бір бай жігіттер бар, адамдарға көп көмектеседі. Бірақ, мысал үшін, сол маған көмектеседі да, ертесіне маған папырас етеді бір нәрсені. Істемей қойсам ренжіп қалады. Неге? Өйткені ана берген садақасын саған Алла разы үшін берген жоқ. Сен ертең оған отказ жасамай, соның алдында сүмірейіп алып жүре беруің керек. Сол үшін берген дүниені. Не бір мықты жігіттерге көмектесіп жатыр да, бірақ не үшін көмектесіп жатыр? Солардың бәрі соның алдында жүру керек, сүмірейіп алып. Не істейсіз, братан, не істейсіз? Братан деп соның алдында жүру керек қой үшін. Түсіндіңіздер ме, не үшін беріп жатқанын? Бірақ сөзінде Алла разылығы үшін дейді. Ертең оның айтқанын істемей қойсаң, бүйтеді, жақсылықты ұмытып кеттің ба? Біз негізі бергенек та саған, сен кезінде бейтіп жүрең, біз сені бұлай көтергенек, сен сонда түсінбедің ба деп ше. Сөйтсек, олар Алла разылық үшін бермеген. Олар сол адамдардың бір топырлап алдында сүмірейіп алып, соның айтқанынан шықпай жүру үшін берген. Бірінші тип адамдар. Екінші тип адамдар бар. Жігіттер. Не бір мықты жігіттер, зіңгіттей жігіттер бар. Біреулердің алдында сүмірейіп, біреулердің алдында айтқанынан шыға алмай жүр. Неге? Өйткені бізге баяғыда Арман ұстаз айтатын. Ешкімге қолыңды созба, аяғыңды соз алмай қаласың дейді. Түсіндіңіздер ме сөздің мағынасын? Біреуден бар қолын созбана, дүниесіне бүйтіп жәрбеңдеп, дүниесінен сұрап алма. Неге? Алдында аяғыңды созып, шіреліп отыра алмай қаласың, жиырылып қаласың дейді. Не бір мықты жігіттер бар. Біреулерден айтыр, ана алады ғой, дүниенің қараңызшы. Еркекше өмір сүрсей, дүниең аз болса да ше, өзіңнің қалағаныңша өмір сүрсей, жоқ. Бір бай батша біреудің қол астына барып алады, соның бергенін алып алады да, енді соны мақтайды да жүреді. Сен жақсы, әрдайым сен жақсысың. Анаң айтқанынан шыға алмайды. Қарасаңшы, алғанын алып жеп қойды ғой, енді айтқанынан шыға алмайды. Болды. Соның айтқанымен жүреді. Бейшара бар ғой, өзінің ойындағы бір нәрсені істей алмайды. Бір жаққа барайын десе мынаған, мен кетіп бара жатырмын. Ең болмағанда бір жаққа баратын болса, аны біліп отыру керек, кететінінше. Мен жаққа кетіп бара, сұранат та жүреді. Біреумен араласатын болса да, соның рұқсатымен араласады. Бір жаққа баратын болса да, соның рұқсатымен барады. Енді қараңыз,
біреумен араласу үшін анаған қарайды. Ана омен араласа ма, мен де бұмен араласам, ал ана омен араласпай ма, мен де бұмен араласпаймын. Түсіндіңіздер ма? Соншалықты төмен түсіп кеткеніміз ананың өмірі болып қалған ғой біздіңкі. Сол біреу жақсы көрсе, біз де жақсы көруіміз керек. Сол біреуді жек көрсе, біз де соны жек көруіміз керек. Неге? Алатынды алып жеп жұтып қойғасын да уже. Енді соның айтқаннан шыға алмай жүрсін да. Мен айтар едім, ана жұтқаныңды құста бер. Не берді? Саған не берді? Бәрін қайтарып бер өзіне. Сөйтті еркекше өмір сүрсе, өзіңнің ойыңмен өмір сүрсе. Осылай, қазақтың жігіттері мықты болса екен, біреуге байланып қалмаса екен, өз ойымен жүре алатын деңгейге жетсе екен деймін да менше. Ал ана беретіндерге айтар едім, бересің ба? Ал біреуге бердің мейлі. Жаңағы анау алдыңдағы бүйтіп сен айтқаныңнан шыға алмай жүрген біреу, мен кеттім жұмыстан десе, не дейді? Біздің бергенімізді ұмыттың ба? Алла үшін бердің ба? Ана бергеніңді ұмыт, кетсін анау. Ренжіме. Айт, сен былай айт. Өзің біл. Кетсең кете бер. Жүрсең жүре бер. Өз еркің деп айтшы. Міне сенің бергенің Алла үшін болады. Жоқ, оны жасай алмаймыз ғой. Осындай тип-тип бөлініп кеткенімізді қазір. Түсіндіре алдым ба ойымды?